Так, прокси сервер қосып жібереміз. Tor прокси сервер, короче. Ол ненің ішіне кіреміз осылай. Сосын мына жерде start.bat деген бар. Соған оның исходный коды міне мынандай. Қарап алсаңыз болады. Мына торды қосып жібереді ғой через командный строка. Так, мына start.bat-ты қосып жіберем. Прокси сервер қосылып кетеді. Міне IP адреспен, сосын порт. Осыны қазір неге Firefox браузерге тереміз. Так, Firefox'ты ашамыз. Қазір IP адресіміз міне мынандай. В данный момент IP адрес и мыналар бәрі осындай. Так, жоғарыда 3 сызықшаны басамыз, меню, сосын настройки деген кіреміз. Сосын основныйның ішінде ең астына түсіреміз да настройка прокси деген мынаны басамыз. Настроить прокси деген. Немесе поискке прокси десеңіз болады. Прокси. Сол кезде шығады. Соны басамыз да ручная настройка прокси дегенді басамыз. Сосын узел SOX деген, SOX BIS дегенді басамыз. SOX BIS. И жаңағы мына жердегі қосылған проксины IP адресті аламыз да мынаққа енгіземіз. Содан кейін портты аламыз. Мына 9050 деп тұр ғой. Сол портты аламыз да мынаққа енгіземіз. Ручная настройка прокси, IP адрес и мынау и SOX BIS дегенді басамыз. Міне SOX BIS. Содан кейін OK деп басамыз. И прокси тек мына Firefox'тың ішінде жасайды. Любой бір сайтқа кіреміз, мысалы. ToIP-ді қосып жіберейік міне енді. Өзгеріп кетеді IP адрес. Міне IP адрес өзгеріп кетті и міне прокси жасап тұр. Так, жаңағы мына екі папка қаяқтан шықты, мысалы қаяқтан аламын оны деген сияқты да. Оны скачать етеміз немен. Мына ссылка арқылы кіреміз, Tor браузер деп та. Google-ға жазамыз Tor деп та, Tor. Сол кезде шығады. Осы ссылка арқылы кіріп, сосын скачать для Windows дегенді басамыз, сосын скачать етеді. Етіп болғаннан кейін мынандай файл пайда болады, скачать етілген. Сосын соң оң жақ мышканы басып, распаковка жасаймыз. Ішіне кіріп та распаковка жасаймыз, ішіне кіріп. Өстіп баса береміз. Так, десктоптың ішінде тұра берсін, как раз. И осы папканың ішіне кірем, жаңа распаковка жасап, мына ішінен шыққан файлдар. Так, браузерге кірем, сосын Tor браузерге кірем, Tor дегенге кірем. Осы екеуін копиировать етіп аламын бүйтіп. И осының ішіне мына екеуін дат етіп тастаймын, мысалы, жаңартыңыз келсе новыйға. И осы жерге вставить етем. Болды. И стартты басып жіберем, сол кезде жаңа прокси сервер қосылып кетеді. Немесе мен мына распаковку жасамаймын да, мысалы. Сразу мына жерде оң жақ мышканы басам, бірақ ол үшін semzip деген программа керек. Оң жақ мышканы басам, semzip открыть архив дегенді басам. Сосын браузерге кірем, Tor браузер, Tor и міне мына екеу. И осы жерге құйып жіберем, заменить етіп. Или мыналарды удалить етіп тастаймын бірінші. Сосын мынаны мына жерге құйып жіберем.